Дәл қазір сағат 6-тан 15 минут кетті. Мен жұмысқа кетіп барамын. Негізі развозка бар, жұмыстың көлігі. Бірақ жаяу жүрген жақсы таңертеңші. Аған жол береді, көрдіңіздер ме? Северное сияние. Биікпін деп мақтанба, ұқтың ба? Тұман кезінде сенің де биіктігін, көркемдігін көрінбей қалады. Бұл адамдарға да қатысты. Қарапайым бол. Безумно можно быть первым. Басында ойлайтын осы жерге жұмысқа орналасу үшін міндетті түрде тамыр танысым болу керек деп сөйтсем, барлығына өз күшіңмен қол жеткізуге болады екен. Бірінші шындық бұл Қазмеле туралы. Екінші шындық бұл жерде Қазақстанның 50% арнасы орналасқан. Қазір алдында көліктер жоқ, өйткені таңы ерте ғой. Бұл жерде Таңшолпандықтардың көлігі шығар. Мен сол бағдарламада жұмыс істеймін, Қазақстан ұлттық арнасы. Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Күшті. Не үшін ерте келдіңіз? 10-да монтаж. 10-да монтаж, қас сағат неше? 7 болды ғой? 7 тура, иә. Неге ерте жүрсіз? Іске сәт. Мынау біздің офисіміз ғой негізі. Бірақ дәл қазір біз бұл жерге бармаймыз. Мына жақында шын дала тұман болған соң ештеңке көрінбейді. Бірінші жаққа түсеміз осы. Лифтіде неге осындай айна көп дейсіздер? Қазмедиада өңшең әдемі адамдар жұмыс істейді да, содан олар өздерінің түріне қарап тамсанып, лифт қалай тез жолдан өтіп кеткенін білмей қалады. Мысалы, мен сияқты деймін да. Міне бірінші қабатта студиялар орналасқан, 14-ші студия, мынау зеленка. Көріп тұрғандарыңыздай адам жоқ. Мынандай нелер орналасқан, ағаштар өсіріп қойған. Бірақ бұл өтірік ағаштар. Солай ғой, иә? Мен шын айтып тұрмын ғой, шетел сияқты деп. Осындай барлық, осындай нелер. Кофе машина, даже мынандай Астана деген терминал бар деп, маған міне келіп қойды, тез кірсін деп отыр. Мен айттым ғой, тағы да осы айнаға қарасам болды, өзімнің әдемілігім есіме түсіп кетеді да. Міне енді біздің эфир бөлмесі, бұны қазір эфир бөлмесі деп атайды. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Егер менің үйімде осындай көп мониторлар, теледидарлар болса, мен онда ютубтан қазақ контенттің видеоларын қосып қойып, бәрін осылай бірден көріп жүрдім. Керемет видеолар үшін. Моля, сәлем. Сен бар екендіген видео түсіріп жатыр бірден. Мен саған бір сұрақ қойым, бүгін кім келеді Таңшолпанға? Өзім де білмеймін, енді көріп отырмын. Енді көріп отырсың ба? Жұмыс қиын ба? Ең қиын жұмыс кімдікі деп ойлайсың бұл жерде? Көңіл-күй қалай, ұйқы қанды ма? Ерте тұрып уже отпускада ерте тұратын шығарсыздар едіңіздер? Дед қойып Таңшолпан деп тұрамыз ғой. Сіздерге дайындаған қызықтарымыз өте көп. Расымен де сүбелі сұхбат, керек ақпарат, және де қалай айтсам болады, ең тың ақпараттарды сіздерге бірінші болып жеткізуге асықпыз. Сондықтан да ұлттық арна қосылу болсын. Міне бағанадан бері түсіруге уақыт болмады, өйткені қарбалас жұмыс болды. Эфир кезі ғой. Кадр сыртындағы міне осындай жігіттер отырады кранда. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Не түсіресің? Влог қой, влог. Кранда отыратындар биіктеп отыршы еді, сен де биіктеп отыр екенсің. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум. Жүрмей қойын ба деген? Ассалаумағалейкум. Қайтып келдің бе? Иә, қайтып келдім. Ассалаумағалейкум. Біз реклама кезінде ғана өстіп отырамыз, қалған кезде жұмыс істейміз. Не. Реклама кезінде ғана осылай отырады, осылай әңгімелесіп шүйіркелесіп, қазір жұмыс кезінде осы кісілер режиссерлердің пәрменін орындайды ғой. Әне біздің жүргізушілер отыр. Бұна қара жігіт. Палчандарыңыз. Палчан болу ма? Радио тыңдармандарына жалынды сәлем. Қасымханұлы. Түзел, тік тұр. Мен әскерге радио тыңдайтын білмеймін. Жоқ, радио тыңдайды. Санат бірінен тәлеймін. Нарядқа түскен кезде бәрін тыңдап. Санат біздің Таңшолпандағы ең жақсы креативті жігіттердің бірі.
армияда қандай болған? Қандай болды, брат? Вообще пол жуған жоқпын. Пол жуғанды айтсам не екен. Радио тыңдады, значит, пол жуды. Тыңдаңыздар. Ал енді түсіріп тұрған енді былай қарайды. Мен слушать еткен жоқпын бірден. Жақсы. Қалай негізі жұмысыңыз қалай, жақсы ма? Бір жылдың ішінде не жаңалық болды? Ой, жаңалық көп. Билігіне басқа Жаңалық көп. Не дейсің? Ал, санаттың палчандарына сәлем. Дұғай. Аман болыңдар. Ассалаумағалейкум бәріңе.